Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Менің есімім Асем. Асем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Түсірілімде сіздерге қызанақтарым қазіргі кезде қалай өсіп жатыр, соны көрсетіп жатырмын. Міне көріп тұрсаңыздар, мына бір жағы, яғни бұл жақта қызанақтардың барлығын байладым. Енді шығып жатыр, бұл жақта үстіне гүлдеп. Жаңа ғана алдым қызанақты. Ол мына жақта қызанақ, қарап тұрсаңыздар. Осы жақтан жайлап алдым. Өткенде сіздер көтере алмай құлап жатыр деген жерде міне алған, міне қызап жайлап бастап жатыр. Бұл жерде уже көтеру мүмкін емес, себебі уже үлкен қызанақтар да бар, барлығы құлап жатыр. Сол себепті не істеген жоқпын, көтерген жоқпын, себебі сындырып аламын деп. Бәрі қазіргі кезде жаппай қызару үстінде. Мына жерде жайлап бір байладым, міне көріп тұрсаңыздар. Тағы да үстінен көтеріп байлауым керек. Мына жақтарын почти барлығын байлап болды. Мына жерде байлаудың қажеті жоқ, себебі кішкентай қызанақ болғандықтан байлаудың қажеті жоқ. Мына жерде де сол, мына жерде кішкентай бойлы қызанақтар, көріп тұрсаңыздар, барлығы жаппай қызарып, сарғаю үстінде. Мына жерлерде мынандай түсті, сарғылт түсті жаңа черри қызанақтары. Және де ең соңында мына жерде сіздерге алдында кеше көрсеткенімдей мынандай қызыл түрі, яғни өте көп болып шығады. Панкейк жасасаңыздар өте күшті, әдемі болып тұрады. Былтыр мен сөйтіп ұстағанмын, жеуге де ыңғайлы. Мынау қолымдағым бұл мясной сорт, яғни өте тез піседі. Кескенде өте іші деген керемет енді. Мына жақта да солай, бәрі жаппай гүлдеу үстінде. Яғни бұл ең сіздерге көрсеттім анда өткенде, ең жай еккенім. Бұлар енді гүлдеп жатыр, бірақ жайлап не бастап шығып жатыр. Гүлдеп жатыр. Не көбісі айтады, түйнек шығады, гүлдемейді. Ол біріншіден көбінесе ыстықтан болады. Ыстық ауа райынан нелері тез не істеп кетіп, жаңағыдай құрғап кетіп, жемісі шығып, түйнегі шығып үлгермейді. Және де екінші жел жоқ болудан байланысты. Көбінесе бізде қызанақ қиярға қарағанда жаңа арамен көп тозаңданбайды. Кейбіреулер бар, кейбір сорттар ғана. Бірақ көбісі жел арқылы тозаңданады. Яғни мысалы жел бүйтіп қозғалады ғой, мысалы қызанағымыз, сол кезде жаңағы опыление болып тозаңданып, ішіндегі сіздерге көрсеткен сарысы қозғалған кезде жандарына тиіп, сол кезде тозаңданып жаңағы түйнегіміз шыға бастайды. Егер жел жоқ болған жағдайда, енді амал жоқтан бүйтіп бізде таңертең жаңбыр жауды, кәдімгідей күшті болып қалды. Огородымызға енді дым сіңбеген, жаңағы шамалы су дым болмайды бұл аяқтан. Сол себеп, бірақ қанша деме қызанақтарымыз түрі ашылып, кішкене не істеп қалған, себебі қайтеді суара беруді уже суара да алмаймын, себебі қызанақ пісіп жатқан кезде суаруға көп болмайды. Көріп тұрсаңыздар, уже су көп болса, мынандай жарыла бастайды. Сол себепті суды көп құймауға тырысамын. Мына жақта да әлі қызанақ шығып жатыр, бұл жақ суаруға болады. Міне осылай сілкісеңіздер, қызанағымыз түйнектеле бастайды. Күн шыға бастап жатыр, ал енді кеп тұрсайды. Солай, мына жерде де сол, және де сіздер көрсетем, мына жақтарда жаңағыдай не қызанақтар, гном қызанақтар. Так, мына жерде сіздерге көрсетейін. Мынандай сортымыз қызарып бастап жатыр. Міне қараңыздар, ерекше өте. Ағылшын сорты бұл. Так, мына жақтарда да кішкентай бар. Грушамыз пісіп жатыр. Мына жерде да шамалы жерде бұл жерде қызанағымыз бар. Мен бұларды да байлағанмын. Қарасаңыздар, байладым. Және астыңғы жағын алып тастағам. Міне қайттан шығып жатыр. Бұларды міндетті түрде алып тастау керек. Мына жерде мынандай кішкентай капельки дейді, тамшы қызанақтарымыз өте әдемі болып тұрады. Сіздерге көрсетейін. Ұзын болып тұрады да, былай кете береді. Өте әдемі.
сіздерге банкке жап, кішкентай банкілерге жапса, кішкентай банкілеріңіз бос қалды деп жатсаңыздар, осындай қызанақтар жауып салып, біреуге сыйласаңыздар да қалай мәз болып қалады. Міне бір несі содан ұзын болып былай көріп тұрсаңыздар, мына әрбіреуінен жаңағы қызанақ шығады. Кішкентай міне бастап жайлап міне шығып жатыр. Яғни әрбіреуіне қызанақ шығып жатыр. Мына қызанағын байлауға ұмытып кеткенмін. Осыны байлауым керек. Бұл жерде және де картопты алып тастауым керек, уже қорғап кеткен. Ар жақтарынан көріп тұрсаңыздар, енді жаңбыр жауды, жаңбырдан кейін мына жерін қызанақтар бар, арасын тазалауым керек. Солай міне көріп тұрсаңыз, негізі жоғары қарай көтеріле береді деген ағаш болса, мен ағаш болмай тұр. Барып жеткенше осылай не істейміз. Міне қазір ең соңында сіздерге кескен кездегі түрін көрсететін боламын. Сау болыңыздар.